Неліктен мен брекетті тек бір жаққа салдым? Ақша тек біреуіне жетті ме? Немесе да бір дәп бар ма? Бәріңе сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен креатив бала, өзімнің брекет тағу жайында тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Жалпы Орал қаласында отырамын. Жасым 25 келіп қалды уже. Мен брекетті тек осы жылы қойдым. Мен 19 жасымнан бері байқадым, что менде неправильный привкус. Сол кезде мен түсіндім, маған брекет тағу керек екенін. Бірақ 5 жыл осы уақыт өтті, содан кейін барып мен салып тұрмын. Неліктен мен салмадым бұл брекетті? Потому что уақыт, ақша және де қорқыныш болды. Соның кесірінен мен салған жоқпын. Неліктен? Өйткені брекеттің тағу уақыты да маған көңіліне шыққан жоқ басында. Ақыры ойлана келе мен түсіндім, что ең басты адамның өміріндегі зат бұл денсаулық. Денсаулықтарыңызды дұрыс сақтаңыздар. Тіс деген көп адамның көптеген организмге жауап беретін негізгі заттарының бірі. Негізгі органдарының бірі бұл тіс. Тістеріңізді күтіңіздер, уақытылы дәрігерге қаралаңыздар, асқындырмаңыздар ешқашанда. Және бұл тәжірибемен бөлісіп отырып, мен жалпы тарихын айтып өтейін. Мен Орал қаласында 6-ма бесік клиникаға барып шықтым. Мына жерге тізімді бәрін жарып қоямын. Барлықтарына консультацияға өттім. Біреулер асты үстіне саламыз деді, біреулер тек үстіне саламыз деді. Жалпы изначально сұрағанда плюс-минус көбінде 800 мың - миллион теңгеден шығып тұрды. Общее лечение, общее емдеу бағасы. Бірақ менде екі таңдау болды. Мен бас стендке келгенде бір ортодонт, бір жақсы Оралда екі ортодонт бар деді. Біреу мен, екіншісі Бегас Денталдағы Асылжан деді. Мен өзім түсінбей қалдым. Қалай сонда? Дедім де барып көрдім, сұрап. Ол кісі еще гинеколог екен. Гинеколог бұл челюстьпен айналысады. Кімде челюсть қисық, специальный привкус бар, соларда айналысады екен. Соған барып неден өттім, консультациядан. Ол маған барлығын түсіндіріп берді. Сплинт тағу керексің бірінші деді. Үстіне саламын деді. Сосын мен деп келістім, бірінші бағасын сұрадым. Бірінші сплинт тағу 200 мың тұрады. Доллармен есептегенде сумма 200 мың тұрады, үстіне 300 мың тұрады. Да, общий 500 мың. Мен оны, конечно же, бөліп төледім. Сразу төлеген жоқпын оны. Басында мен үстіне тақпасы барды, сплинт тақтым тек қана. Себебі мына бұл шөгеттер қатайып қалған деді. Мен түсінбедім, қалай бұл влияет, бұл шөгет жоғарғы тістерге. Сіздер сплинт тағып көрдіңіздер ме? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен комментарияға жазып кетіңіздерші. Сол үшін ойлана келе мен келістім, астына салдырдым, астында сплинтпен жүрдім, өте ыңғайсыз болды, тамашканы деп шешіп жүрдім. Жақтан бірдеңе көріп. Содан кейін енді бір ай өтті, февраль айында салдым, 14 ақпанда. Енді ойлана келе мен ойлап отырмын, шілде айында астыңға привкуске салдырам деп брекетті. Бірақ постепенно келе жатырмын ғой, бірақ 5 ай өтті, мен астына салғанды қалап жүрмін. Енді бәрі айтады ғой, типа үстіне бірге салу керек деп. Астына салмаса, вредный болып қалуы мүмкін деп. Сол себепті мен сразу уже екеуіне салғым келген басында. Бірақ ол маған не берген жоқ. Түсіндіріп айтты, зиян екен. Себебі астында менде орын жоқ. Дистальный привкус. Енді мені сплинт емес, накладка арқылы емдейтін болды. Мен сонда түсінбедім. Сплинт сонда не үшін мен тақтым, егер ол керек емес болса. Меніңше бұл сплинтті пустая трата денег меніңше. Лучше сразу астына салып, либо накладка арқылы мына жерін 5-ші зубтың аяққа шығарып алу үшін ол 5-ка. Егер сіздерде осындай сұрақтар болса,
мен лучше сразу советую ассоциация салуға, егер мүмкіндік болса. Ну, әркімнің жағдайы әртүрлі ғой. Маған еще бұл врачты көп посоветовали. Неге? Потому что бұл врач ер адам. Ер адамдар білесіздер, әрдайым жұмыста болады. Қыз артада тұр, декретке шығады, көзін ашып кетуі мүмкін. Көп жағдайлар болған сондай. Сол үшін мен уақыт кетірмейін заяға деп осы еркек ортодонт таңдадым. Бұл тек бірінші бөлімі менің брекет жайлы тарихымның, тәжірибемнің. Егер де осындай видео ұнап жатса, астына комментарий қалдырып, келесіде екінші бөлімін салатын боламын. Бұл қазақ тіліндегі шыққан брекет жайлы видео. Одан бұрын мен орыс тілінде салғам, көрейік қайсысы көп жинайды екен. Сау саламатта аман болыңыздар.